5-ші сынып 124-ші сабақ бойынша түсіндірме жұмыстары. Мына жерде жауаптары бірдей өрнектер тап, сонда сен Қазақстанның танымал жазушыларының шығармалары қалай аталатынын білетін боласың дейді. Бұл жерде мына жер мен мына жердің қосындысын тауып, көбейтіндісі және азайту көбейтулерді тауып, осы жерде бірдей шыққан сандардан кімнің шығармасы екенін білуге болады. 281-ге 298 қосқанда 579, 193-ті 3-ке көбейтсең 579, яғни туған жер Мағжан Жұмабаевтікі екен. 1000-нан 361 алған кезде 639, 213-тен 3-ке көбейткен кезде 639. Яғни бұл Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау шығармасы екен. Келесі есеп. Ғаламторда поэзия сайысына қаланың 5 мектебінен 115 оқушы қатысты дейді. Яғни бірінші берілген жазып аламыз. 5 мектептен 115 оқушы, 6 мектептен 65 оқушы және сайысқа барлығы неше оқушы қатысты деп тұр. Яғни 115-ке 65-ті қосамыз, 180 оқушы. Жауабы сайысқа 180 оқушы қатысты. Үшінші есеп. Әдеби кеш өткізетін залды безендіру үшін 95 сары және 125 қызыл раушан сатып алынды дейді. Осы гүлдердің әрқайсысына 5 раушан гүлден топтастырып, гүлшоқтар жасалды. Қанша гүлшоқ жасалды дейді. Бірінші берілген жазып аламыз. Сары гүлшоғы 95 раушан гүл, қызыл 125 раушан гүл және әрқайсысын 5-еуден топтастырған дейді. 5-еуден топтастырған. Сонда бірінші барлығын тауып аламыз, 95-ке 25 қосып, және 220 шығады, одан кейін оны әрқайсысын 5-тен топтастырған кезде оны 5-ке бөлеміз. Сол кезде 44 гүлшоғы шығады екен. Мына жерде бізде сұрап тұр, қанша гүлшоқ жасалды дейді. Жауабы 44 гүлшоқ болды. Осындай болатын кері есеп құрастыр дейді. Яғни ақ раушан гүл 30, 40 раушан гүл 51. Және оны 3-еуден топтастырайық. Қанша гүлшоқ болады? Яғни 30-ға 51-ді қосамыз 81, оны 3 топтан топтастырсақ 27 болады екен. Сонда 27 гүлшоқ болды. Келесі есеп. Кесте бойынша есеп құрастыр және оларды шығар дейді. Бағасы 270 теңге, саны белгісіз және сұрақ белгісі. Бірінші 105 пен 6-ны көбейтіп аламыз. Яғни 630 теңге шықты. Одан шыққан санды мына үлкеннен 60-таймыз. 900-ден 630 аламыз. 270 болады. Яғни мына жерде 270 болғандықтан, мына жердегі сан 270-ті жан шыққан санға бөлеміз 270-ке. Сонда бір дана. Яғни бір дана шырын сатып алды, немесе бір дана алма сатып алды деп, сүт деп жазсаңыз болады. Есептің шартын. 5-ші есеп бойынша қосындының мәнін тап дейді. Қосындының мәнін тап дейді. Бірінші көбейтуді орындап аламыз. 41-ді 2-ге көбейтеміз. 125. Оны 125 пен қосамыз. Сонда бізде бұлай шығады. 41 мен 2-ні көбейтеміз. Оған 125-ті қосамыз. Мына жердегі мән 207 шығады. 120 көбейтілген 3, 505 бөлінген 5 дейді. Мінекей 125. 120-ны 3-ке көбейтеміз. 505-ті 5-ке бөлеміз. Сонда 120-ны 3-ке көбейткенде 360.
101. 360-қа 101-ді қосқан кезде 461 болады. Бізде мына жерде 461 шығады. Келесі есеп. 606-ны 3-ке бөлеміз, 120-ны 2-ке көбейтеміз. 606-ны 3-ке бөлген кезде бізде 101 шығады. 120-ны 2-ке өткенде 240 шығады. 101 мен 240-ты қоссақ 341. Мына жерде 341 шығады. 450 бірінші көбейту кестесін орындап аламыз. 25 пен 4-ті өтсек 100. Мына жерде 450. 100-ге 450-ді қоссақ, мына жерде 550 шығады. 320 көбейтілген 0. 320. Қандай санды да 0-ге көбейтсек, 0 саны шығады. Сондықтан 0-ге 320-ны қоссақ, мына жерде 320 шығады. Келесі азайғыш дейді. Мына жерде енді азайтамыз. Бірінші бөлу кестесін шығарып аламыз. Бөлуді 330-ды 3-ке бөлсек 110. 660-тан 110-ды алып тастаймыз, 550. Мына жерде 550 шығады. 4-ті 250-ге көбейтеміз, 1000. 2-ні 500-ге көбейтеміз, 1000. Мына жерде азайғыш болғандықтан 1000-нан 1000-ды алып тастаймыз, мына жерде 0 шығады. 460 көбейтілген 303. 60-ты 3-ке көбейтсек 180. 400-ден 180-ді алып тастаймыз. 400-ден 180-ді алсақ 220 шығады екен. Мына жерде біз 220-ны белгілейміз. 903 бөлінген 3, мінекей 303 шығады. 101-ді 2-ке өтсек 202. 303-тен 202-ні аламыз. Мына жерде 101 шығады. 850 23 көбейтілген 0. 23 0-ге өтсек 0 болады. 850-ден 0-ді алсақ, мына жерде 850 шығады екен. Мына жерде теңдеулерді шеш дейді. Теңдеулерді. Біріншісі с көбейтілген 5, 65 көбейтілген 2. Бірінші с мен 5-ті көбейтеміз, 65 пен 2-ні көбейтеміз. 65-ті 2-ге көбейтсек 130, с тең 130. Мына көбейту мына қашыққанда бөлу болады. 130-ды 5-ке бөлсек 26 шығады екен. Тексереміз. 26 көбейтілген 26, 5. 65 көбейтілген 2, 130 тең 130 болады. Келесі теңдеу. X көбейтілген 12, 100 азайту 28. X пен 12-ні көбейтеміз. Тең 100-ден 28-ді алып тастаймыз. 72. X тең 72-ні көбейту мына жаққа шыққанда бөлу өзгереді. 12. 72-ні 12-ге бөлсек 6. Орнына қойып тексереміз. 6 көбейту 12 тең 100 азайту 28. 78 бөлінген А тең 13 көбейтілген 13. 78 бөлінген А көбейтіндісі 39 болады. А тең 78-ді 39-ға бөлеміз. А тең 2 шығады. 78 бөлінген 2, 13 көбейтілген 3. Тексереміз. Мына жерде 39 шығады. Мына жерде 39 шығады. 450 плюс y тең 158 көбейтілген 4. 450 қосылған y жазып аламыз. 158 мен 4-ті көбейтеміз 632. Y тең 632-ден 450-ді аламыз 182. Орнына қоямыз. 450 қосылған 182 тең 158 көбейтілген 4. Теңдікті орнына қоямыз. Төртіншісі дәл солай. 79-ді 8-ге көбейтіп аламыз 632. 632-ден алып тастаймыз мына 67-ні. 565 шығады екен. Орындарына қойып жазамыз. 600 қосылған y тең 219. Қосылған
Бірінші көбейту амалын орындап аламыз. 219 мен 4-ті көбейтеміз, 876. Y тең 876 азайтылған 600. Y тең 276. 276-ның орнына қойып шығамыз. 600 қосылған 276 мінекей тең 219 көбейтілген 4 болады. Келесі теңдеу 52 бөлінген x тең 48 бөлінген 12. Мінекей 52-ні бөлеміз x-ке, мұнан бірінші бөлімін тауып аламыз. 4 шығады. Яғни x тең 52-ні 4-ке бөлеміз. X тең 13 шығады. Орнына қоямыз. 52 бөлінген 3 тең 4 болады. 48-ді 12-ке бөлсек тең 4 болады. X қосылған 230. Мыналардың бірінші қосындысын тауып аламыз. Мінекей 730 болады. 450, 210, 70-тің қосындылары 730 болады. X тең 710-нан 230-ды алып тастаймыз. X тең 500. 500-ге 230 қоссақ 730. 400, 210, 70-ті қоссақ 730 болады. Теңдікті біз шығардық. 7-ші есеп. Мерекелік концертте 120 қыз және 180 ұл тамашалады. Олар әр қатарға 20-дан отырды. Олар қанша қатарға отырды дейді. Мінекей есептің шарты берілгені мінекей осылай шығарылады. 20 қыз 180 ұл 20 қатарға отырса, бірінші 20 мен 180-ді қосып аламыз да, оны 20-ға бөлеміз. Және осы шыққан санды 20-ға бөлген кезде олар 15 қатарға отырды. Әсі бишілер тобында қалпақ пен мойын орағыштан тұратын 12 жиынтық сатып алынды. Бір қалпақ 50 теңге, ал бір мойын орағыш 20 теңге тұратын болса, барлығы қанша теңге? Мінекей қалпақ 50 теңгеден 12 дана, мойын орағыш 20 теңге болса, 12 дана дейміз. Барлығын табу керек. Бірінші қалпақты шығарып аламыз. 52 мен 12-ні көбейтеміз. Мойын орағыш тауып аламыз. 20 мен 12-ні көбейтеміз. Шыққан санды екеуін қосамыз, сонда барлығы 840 теңге. 8-ші есептің реттілігін көрсетеді. Мінекей 8-ші есепте Нұрәлі, Дархан, Азамат, Мұрат, Диас болады.